Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жеңге атты салатын рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл салаты үлкен кісіден кіші балаға дейін сондай сүйсініп жейтін салаттың түрі. Бұл салатты 3 түрлі қылып дастарханға қоюға болады. Сол қалай 3 түрлі бір салатты 3 түрлі қылып қоюға болатын түсірілім барысында көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер, өте дәмді болады. Ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бізге керек заттар майонез, картошка пай, менде магазиндікі, тауықтың копченый еті, қайнатылған или пеште піскені болмайды, жұмыртқа, қайнатылған жұмыртқа и қияр. Бұл салаттың дәмділігін дәмді қылатын ол тауықтың осы копченый еті қыздар, сол себептен міндетті түрде тауықтың копченый етімен жасаңыздар. Бірінші қиярымызды соломка қылып турап аламыз. Тура видеодағындай барлық қиярды турап аламыз. Ең бірінші мен 4 қияр турайтын боламын. Қазір түсірілім барысында көресіздер, неге бірінші 4 қиярды, содан кейін 2 қиярды тағы да турайтынымды түсіндіріп айта кететін боламын. Бірінші 4 қиярды майда соломка қылып турап аламыз. Енді жұмыртқамызды тураймыз, жұмыртқамызды ортасынан бөліп аламыз. Ортасындағы сарысын турамаймыз, ортасындағы сарысын майдалап турайтын болсаңыздар, салаттарыңыздың түрі әдемі болмай қалады, себебі каша болып кетеді. Сол себептен сарысын турамаймыз, ақ уызын тура қияр турағандай осындай соломка қылып турап аламыз барлығын. Енді тауығымыздың етін турайтын боламыз. Бірінші сүйегінен етімізді ажыратып аламыз. Содан кейін тура қияр мен жұмыртқаны турағандай жұқалау соломка қылып тауықтың етінде турап аламыз. Міне қыздар, салатымыздың бірінші түрі осылай ыдысқа салып алдым. Байқап отырсаңыздар, майонезді пайдың үстіне емес, қияр мен тауықтың үстіне қойдым. Себебі қазір пайды алатын боламыз. Пайды алып, мен сіздерге қалай екінші түрін жасау жолын көрсететін боламын. Бұл біздің бірінші түріміз, өте әдемі, ерекше көрінеді. Қазір екінші түрін көрсетемін қыздар сіздерге. Пайды бөлек ыдысқа алып аламыз. Құрғақ ыдыс болу керек міндетті түрде. Қалған 2 қиярды турап ыдысқа салып қойдым. Қыздар, байқап отырсаңыздар, енді жаңа туралған ыдыстардың барлығын осындай шұңғылда ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз.
салатымызды майонезбен жақсылап араластырып алдық. Енді тура осыны екі ыдысқа салып алдық. Қыздар, мына көріп отырсыздар, енді бетіне пайды сеуіп қоямыз. Бұл екінші түрі, қалай салатты қоюға дастарханға болатын. Қарап отырсаңыздар, өте әдемі, ерекше. Оны араластырып отырмайды, бірден алып жей беретін болады. Енді сіздерге қазір үшінші түрін көрсететін боламын. Қалай жасауға болатын, тағы да басқаша қылып. Енді осы салатымызды тағы да осындай шұңғылдау ыдысқа салып аламыз. Көп араластырмаймыз. 1-2 рет қасықпен араластырамыз. Себебі пайымыз майонезге көп жағылмау керек. Пайымыз көрініп тұру керек. Мына қыздар, қараңыздар, мүлдем басқаша салаттың түрі болып шыға келді. Тура осылай қойсаңыздар да болады салатты. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбек қызы.